Алматы қаласы әкімдігінің қолдауы бойынша Көктем Групп компаниясының демеушілігімен мұғалім мәртебесін көтеру мақсатында білім басқармасының ұйымдастыруымен қаламызда тұңғыш рет мұғалім мамандығын таңдаған түлектерге 2018 жылдың 5 мен 15 мамыр аралығында Қасыл Қатықбаев атындағы грант жеңіп алу үшін байқау өткізілді. Бұл байқаудың мақсаты мен міндеттері: педагог мамандығының мәртебесі мен беделін арттыру, педагог мамандығының кәсіби келбетіне жауапкершілікті қалыптастыру, талантты оқушыларды анықтау, оларды қолдау және марапаттау, оқушылардың шығармашылық мүмкіндіктерін ашу және өзін-өзі танытуына жағдай туғызу, дарынды балаларды қолдау үшін қолайлы жағдайлар жасау, түлектердің өзін-өзі анықтауда кәсіби бағдарлануын нақтылау. Алматы қаласы білім басқармасының бұйрығымен Әділ қазылар алқасы тағайындалды. Төрайымы Ходжабергенова Гүлнар Махақызы, Алматы қаласы білім басқармасының басшысы. Төрайымның орынбасары Балтабаева Жаңалық Қылышқызы, Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетінің профессоры, педагогика ғылымдарының докторы. Қазылар алқасының мүшелері: Миразова Аягүл Төреқызы, Қазақстанның тұңғыш еңбек ері, Алматы қаласының құрметті азаматы, ардагер ұстаз. Әділханов Мұрат Әділханұлы, Алматы қаласының мәслихат депутаты, Көктем Групп компаниясының директоры, меценат, байқаудың демеушісі. Рауандина Айтжамал Қалкенқызы, Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетінің аға оқытушысы, педагогика ғылымдарының кандидаты. Сайлыбаев Әкімжан Әбдіхалықұлы, қалалық әдістемелік кабинетінің бөлім басшысы, педагогика ғылымдарының кандидаты. Тимурбаева Сафура Сәлімбайқызы, нөмірі 140 мектеп гимназияның қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі, республикалық үздік педагог 2015 байқауының жеңімпазы. Камалиева Зәуреш Манапқызы, нөмірі 174 гимназияның қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі, республикалық эксперттік топтың мүшесі. Бертілеуова Клара Әлібекқызы, нөмірі 128 жалпы білім беретін мектептің қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі. Үміткерлер 3 кезең бойынша бақтарын сынады. Байқауымыз салтанатты түрде ашылып, мамыр айының 5 күні байқаудың бірінші кезеңі бастауын алды. Алматы қаласының орта білім беру ұйымдарынан ұстаздық мамандықты таңдаған 130 түлек өз бақтарын сынады. Алғашқы кезең функционалдық сауаттылық, өмірге қабілеттілік тақырыбында өтті. Қатысушылардың білім мазмұндарын анықтау мақсатында оқу сауаттылығы, математикалық сауаттылық пәндері бойынша онлайн тестілеуден өтіп, нәтижесі бірден дайын болды. Барлығы 40 сұрақтан тұратын бұл кезеңде жоғарғы құрығы ұпай белгіленді. Бұл кезеңнен мүдірмей өтіп, оқ бойы оза шапқан алғашқы 57 қатысушы келесі кезеңге жолдама алды. Екінші кезең эссе жазу. Мамыр айының 10 күні алғашқы кезеңнен өткен 57 қатысушы мен таңдаған мамандық тақырыбында эссе жазды. Берілген тақырып бойынша эссе жазу уақыты 90 минутқа белгіленді. Орамды ойы мен салмақты сөз сәйкес болған, жоғарғы мазмұнды деп танылған 40 қатысушы жоғарғы ұпайды қанжылап, келесі кезеңге жолдама алды. Қашанда өзінің пәнін ғана біліп қоймай, сонымен қатар саясатта болып жатқан. Байқаудың соңғы кезеңі тәжірибелік кезең. Қатысушылар Қазақстанның дамуына қосатын менің үлесім тақырыбында өз жобаларын қорғаған болатын. Жобаны қорғауға 5 минут уақыт берілді. Үшінші кезең қорытындысы бойынша 30 үміткер іріктелді. Осылайша болашағын ұстаз атты ұлы мамандықпен байланыстыра білген қатысушыларымыз өздерінің сан қырларынан таныта білді. Ұрпақ тәрбиесі ел болашағы. Ендеше өмір жолын ұстаздыққа арнағысы келетін байқауға қатысушы барлық үміткерлерге сәттілік тілейміз.